Магистратура тесті бойынша ағылшын тілінен нұсқа талдау сабағы. Мына сұрақта бізде бос орын дұрыс толтыру керекпіз. Rome is capital of Italy. Байқасаңыздар, мұнда артикльдерді қою керекпіз, иә? Мына сөзге қарайық. Italy. Бізде жекелеген мемлекет атауы. Ереже бойынша жеке мемлекет атауының алдына ешқандай артикль қойылмайды. Сонда Italy, Казахстан, Өзбекстан, Франц ешқандай артикль қойылмайды. Capital of Italy, иә? Ал бізде егерде біздің ел атауымыз елдердің жиынтығынан тұратын болса, мысалы, Америка құрама штаттары, the USA, немесе Біріккен Корольдігі, the UK деген сияқты, онда артикль the қойылады, белгілілік артиклі. Ал мына жерде capital, астана, иә? Бізде қай елдің астанасы екендігін нұсқап тұр ма? Capital of Italy, Италияның астанасы, иә? Егерде біздің сөзіміз нақты нені нұсқап тұрғандығы белгілі болатын болса, онда біз белгілілік артиклін қоямыз, яғни the capital. Егерде ешқандай қай елдікі екенін сипаттап тұрмаса, кез келген астана деген сияқты мағына болатын болса, capital, онда a capital деп артиклін қояр еді. Бұл жерде the capital of Italy. Міне, B нұсқамыз дұрыс.